Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma ma ba'd. Assalamu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ag'alar, hurmatli apalar, hurmatli qarako'z qarindoshlar. Elimiz tinch, jurtimiz aman, bağrımız bütün, osындай bir keng, baytaq, tәуелсіз memleketimizde Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın жақсы көретін жер әлеміндегі мешітінде бас қосып отырмыз. Осы отырыстарымызды Пайғамбар алейхиссалам айтқандай дуа жасаймыз. Хайырлы, берекелді, пайдалы мәжіліс отырысынан болды сұраймыз. Алла Тағала осы білімдеріңізді зияда етсін. Білімге деген ниеттеріңізді Алла Тағала қабыл етсін иншалла. Енді мынау осы шараны басшылыққа алып отқан мынау ағаларымызға, мешіт бас имамдарына Алланың нұры жаусын. Әйелдер қауымына осындай бір семинарды үлестірілген екен. Бұл өте маңызды мәселе деп есептелінеді. Шариғатымызда әйел адамның да құқығы жоғары деңгейде қорғалады. Қоғамда ер адам және әйел адам болып осы екі адамнан құралады. Әйел адамның қоғамдағы оның орны, қоғамға беретін пайдасы, оны айтпасақ та белгілі баршамызға. Адамзаттың асыл тәжі сүйікті Пайғамбар алейхиссаламның өзінің сүйікті анасы дүниеге алып келген. Қазақ айтады, ер адам бұзылса, отбасы бұзылады дейді. Әйел адам бұзылса, ұлт бұзылады деп айтқан. Сол үшін әйел адамдардың қоғамдағы орны өте маңызды. Қазіргі күнде міне Аллаға шүкір біздер тәуелсіздігіміздің арқасында біздер өз дінімізді қайтадан еске алатын заманға жеттік. Айып етпеңіздер, ешкімге ақыл айту үшін келгеніміз жоқ. Мойнымызда үлкен аманатымыз бар. Осы жерге шақыртылғаннан кейін келуге біздер міндеттіміз. Сол үшін біздер Пайғамбар алейхиссалам айтқандай осы екі нәрсені насихаттаймыз және сол нәрсені ғана жеткіземіз. Пайғамбар алейхиссалам айтты, мен сіздермен қоштаспаймын, мен сіздерді хауыздың алдында тосамын деді. Яғни Каусар бұлағы. Инна аътойнакал каусар. Расында біз саған Каусар бұлағын бердік дейді Пайғамбар алейхиссаламға. Сол бұлақтың алдында сіздерді тосамын деді Пайғамбар алейхиссалам. Сіздерге екі нәрсені қалдырып бара жатырмын. Осы екеуімен жүрсеңіздер ғана адаспайсыздар. Сол бұлақтың алдына сіздерге тура алып келеді деді. Біріншісі Құранды айтты Пайғамбар алейхиссалам. Екіншісі нені айтты? Сүннетін айтты. Міне енді Алла қаласа осы Пайғамбар алейхиссалам жеткізіп кеткен осы екі жолмен жүретін болсақ, біздердің ұрпақтарымызды иншалла Пайғамбардың Каусар бұлағының алдына жетіп баратын боламыз. Елбасымызға Алла қуат берсін, біз мәңгі ел боламыз деп айтты. Мәңгі ел деген сөздің мағынасы кейде бұны бір адамдар дұрыс түсінбей жатыр. Мәңгі ел деген қалай ол? Қиямет деген болмайды ма деген секілді сөздер айтып жатыр. Жоқ, қияметке дейін жер әлемінде Қазақстан деген сүйікті отанымыз тұра береді деген сөз. Біздің еліміз Құдай қаласа мәңгі ел боламыз. Мәңгі ел болу үшін өздеріңіз секілді ақжаулықты, иманды осындай қара көздерімізге қоғам мұқтаж. Мәңгі ел болу үшін дүниеге келетін, болашақ тізгін ұстайтын ұрпақтар иманды болу керек. Ад пайғамбардың, Самуд пайғамбардың қауымы, олар өте мықты мемлекет болған. Алла Субханаху ва Тағала олар жайында айтады, олардың дене бітімдері, олар өте мықты адамдар болған. Тау тастардың арасын кесіп үй жасайтын еді солар дейді. Алла Субханаху ва Тағала оларға бүткіл нығмет есігін берген еді дейді, бірақ олар Алланың берген нығметіне шүкірлік жасаудың орнына олар күфірлік жасады. Олар қарсы келгендіктен Алла Тағала оларды жермен жексен қылды деді. Қарап отырсақ, демек біз енді ғана 25 жыл болған сондай бір жас мемлекет біз, Құдай қаласа бірақ біз мәңгі ел боламыз. Мәңгі ел болу үшін жаңа сөздің басында айтылып кеткенде бізде иманды ұрпақтарға өте ауадай мұқтажбыз. Сол үшін Пайғамбар алейхиссаламның әрбір сөздерін біздер айтып отырған міндеттіміз. Әсіресе отбасыда қазақ айтады, тәрбие отбасынан басталады. Дастархан басында отырған кезде біздер ер адамдарға басқаша уағыз айтамыз. Енді әйел адамдар болған екен, мен сол жағын айтуға тырысайын көбірек. Әйел адамдар барынша қыз балаларға көбірек тәрбие беруге мұқтаж екен. Сөз басында, отбасында, қазан басында бізде қазақ даласында әйел адамның мәдениеті қалыптасып кеткен. Осы нәрсені айтып отыру арқылы ғана біздің болашақ жалғасатын ұрпағымыз Құдай қаласа
бізді мәңгілік жолға жетелейтін болады. Пайғамбар алейхиссалам айтады, кім осы нәрсені істейтін болса, нәжат табады деді. Нәжат табады деген сөз құтылады. Осы өмірде бақытты боласыз, келесі өмірде де бақытты боламыз. Екінші мәселе халак болатын нәрсе, құрдымға алып барады. Кім осы нәрсені істейтін болса, ол адам осы өмірде де бақытсыз болады, келесі өмірде де Алланың алдында жүзі қап-қара болады. Үшінші мәселе бар деді. Осы нәрсені істесеңіздер, дәрежелеріңіз көтеріледі. Өйткені адамдар абыройды мансаптан іздеп жатыр, кейде абыройды достан іздейді, біреу басқа жерден іздеп жатыр. Жоқ, абыройды осы жерде айтып кетті пайғамбар алейхиссалам. Қазір әрқайсысына тоқталып өтемін иншалла. Төртіншісі бар екен, осы нәрсені істесеңіздер, күнәларыңыз кешіріліп, жүздеріңіз жарық болып, пәк болып жүресіздер деп пайғамбар алейхиссалам төрт нәрсені бізге айтып кетті. Бұның әрқайсысы үшеуге бөлініп отырады. Әрқайсысы төрт мәселенің әрқайсысы үшеуге бөлініп отырады, үш мәселе екен. Біріншісі түртіп отырсаңыздар болады. Енді бізде Алиасқарда солай білім берді, бізде қайталау арқылы. Бізге айтатын, артынан сұрап отыратын. Қайталау арқылы бізге осылай ұстаздарымыз жаттатты осы мәселелерді. Аллаға шүкір, осы нәрсені жаттағандықтан бізде әлі осы нәрсені есімізде алып келе жатырмыз. Біріншісі не еді? Нәжат табасыздар деді. Нәжат дегені құтыласыздар. Осы өмірде де жүзіміз жарық болып, абыроймен болады екен, келесі өмірде де Раббымыздың алдына барған кезде жүзіміз жарық болып, абырой табады екенбіз. Нәжат деген сөз мағынасы құтылу деген сөз. Соның біріншісі аяхшаллаха фиссирри уәл хуфи. Жасырында, әшкереде Алладан қорқып жүру. Бірінші құтылатын жол пайғамбар осыны айтты бізге. Әшкере деп айтқан көпшіліктің алдында. Жалпы көпшіліктің алдында Құдайдан қорқпайсың ба деп айтса, Құдайың не істей алады? Құдайың болса көрейік деген сияқты осындай сөздер болған тарихта. Жоқ, әшкереде де Құдайдан қорқу керек. Егер шынымен Құдай болса, маған бүйтіп қоймайды ма, бүйтіп қоймама деген сияқты кейде ауыр сөздер айтылғандарды естіп қаламыз. Ол дұрыс емес, ақида бойынша Құдайдан қорқу керек екен. Мына Намруд деген патша өткен Муса алейхиссалам уақытында, сол Намруд патша пайғамбарға иман келтіріп, оған ілесудің орнына сондай сөз айтқан. Құдайыңды маған шақыр, мен Құдайыңмен соқсам дейді. Деп, келесі күні әскерімен осындай деген алаңға шығамын, Құдайыңды айт, ол да өзінің әскерімен келсін деді. Сөйтіп, сол Алламен мен соқсамын деп, сол Намруд деген патша осындай сөз айтқан. Сөйтіп, келесі күні бүткіл әскерін жинап, тырнағына шейін сауытты киіп, алаңда күтіп тұр. Кімді күтіп тұр? Құдайды күтіп тұр. Алланы күтіп тұр, әскерімен келсін, мен олмен соқсам деді. Алла субхана ва тағала Абраха деген патшаға жіберген секілді абабил құстар жіберген жоқ. Алла субхана ва тағала оған періштелерді ешнәрсе жіберген жоқ. Бірақ шыбын жіберді оған. Шыбын жіберді. Ол әрқайсының киген сауыттарын сипаттайды кітапта. Көзінде екі тесік болған көріп отыру үшін, мұрнында екі тесік болған демалу үшін. Қалған еш жерінде тесік болмаған темір сауыттарды киіп алған әскер баршасы. Жаңа шыбын ұшып келеді де, мұрнының тесігінен кіріп кетіп, маңдайына тұрып қалды дейді. Сөйтеді де, жаңағы Намруд патша сөз айтқан кезде екі қанатымен қағады екен. Сол кезде басы шайқалып, жанындағы уәзірлерін айтады екен. Қолындағы шоқпармен басыңа ұрыңдар. Жан-жағынан шоқпақпен ұрған кезде талып түседі екен жаңа Намруд патша. Есін жиады, қайтадан атқа отырғызады. Енді тағы бірден айтайын деп жатқан кезде шыбын қайтадан қанатын қағады. Тағы да басы шайқалып, жанындағыларға ұр дейді екен. Жан-жақтан соққылап, жаңағы патшаның иесі шықты. Сонымен не болды? Жаңағы патшаның айтқан сөзі, менің басымды кесіп тастап, дәл осындай басты қалыпқа салып, алтыннан бас жасап, қаланың дәл ортасында мүсін тұрғызып қойыңдар деп осында бұйрық береді. Жандағы уәзірлер осыны орындап, кімнің? Намрудтың басын кесіп, қаланың ортасына мүсін қылып тұрғызып қойды дейді, алтыннан жасап. Ғұламалар айтады, Құдаймен, Алла Тағаламен әшкере қорықпастан ондай жолға өткеннің жағдайы осындай болады. Осы өмірдің өзінде. Ал келесі өмірімізді Құдай кешірсін барымызды. Екіншісі, демек осы бірдің ішіндегі пайғамбар айтты, әшкереде, жасырында кімнен қорқу керек деді? Алладан қорқу керек. Бәріміз Алланың мүлкіміз, Құранда мүлк сүресі бар.
Мысалға, менің балаларымның өзі, ол мен себепті дүниеге келгенмен, оны мен жаратқан жоқпын. Олар да Алланың мүлкі. Менің балаларым, ол Алланың мүлкі. Сол мүлікке мен аманатқа қиянат жасамай, оған аманатқа мен жауапкершілікпен қарауым керек, және Құдайдан қорқуды үйретім керек екен. Демек, Құдайдан қорқу деген сөздің мағынасына келетін болсақ, әрбір нәрсенің хаққысын беру керек дейді. Әрбір мәселенің хаққысы бар. Құлшылықтың уақытыңызда құлшылық жасаңыз. Өзіңіздің жарыңызға қарайтын, итаат етілетін уақытың кезде оның хаққысын беру керек. Сол кезде барып, Құдайдан қорқады деген сөз сөзде жүзеге асады екен. Ал сөз мен Құдайдан қорқамын дейсіз де, бірақ біреудің хаққысын жейтін болсаңыз, өзіңізге жауапкер болған адамдардың хаққысын берілмейтін болса, ол адам Құдайдан қорқам деген сөз шыққан жоқ дейді. Демек, Пайғамбар айтты, мынандай үш нәрсені істейтін болсаңдар, нәжат табасыңдар деді. Нәжат деген не? Құтыласыңдар. Бірінші не екен? Жасырында, әшкереде Алладан қорқып жүру керек. Әйел адамдар кейде, мына ер адамдар бізге көп сұрақ қояды. Менің әйелім мен жоқта кейде намазды бір оқып оқымайтын секілді, та басқа сөздер айтады. Біз айтамыз, әйеліңізге жеткізу міндетіңіз, бірақ күштеп, оны зорлап, зомбылап намаз оқыту сіздің міндетіңіз емес. Құдайдың алдында өзі жауап береді олар. Бірақ ол әйел адам шынымен намазға немқұрайдылық тек қана күйеуінің алдында ғана оқып, күйеуі жоқ кезде қалай болса солай жүрген болса, Құдайдың алдында ол жауап береді. Ер адамның міндеті емес, әрбір уақытында әйел адамды осындай бақылай беру. Тек қана біз жеткіземіз, ары қарай орындау ол әйел адамның өзінің міндеті. Құдайдан қорқу деген сол екен. Күйеуіңіз көріп жатыр ма, көрмей жатыр ма, Құдайдан қорқу керек. Біреуге сөз айтудан қорқу керек. Біреудің ала жібіне аттаудан қорқу керек. Және күйеуіңіздің көңіліне тиетін мәселені қозғаудан Құдайдан қорқу керек. Және күйеуіңіздің өмірден өтерде шынымен сізге разы ма, разы емес па, сол күннен қорқу керек. Ер азамат ретінде айтайық, тіл айта береді. Разысың ба десе, я разымын дейді. Бірақ ол шынымен жүрегімен разы ма, разы емес па, Аллах әлем. Бұл жерде жүрек есепке алынады. Адамның жан дүниесі шынымен сізге разы ма, разы емес па. Кейде бір сонда естіп алып, әйел адамдар мазалайды екен күйеулерін. Разысың ба, разы емеспін ба деп. Үндемей қалса, оны ашуға беріледі дейді. Сен де мен разы емессің бе маған деп. Соңында разым деп құтыламын дейді. Ойбай, сен тыныш бол, мен саған разымын. Бірақ ол жүрегімен айтты ма, Алла біледі, тілімен айтты ма. Шынымен сол Құдайдан қорқу керек. Пайғамбар алейхиссалам айтты, қайсы бір әйел адам күйеуі өмірден өтетін сәтте шынымен әйеліне разы болып өтсе, Алла оған разы деді. Жәннаттың 8 есігінен қалағаннан кіреді деп айтқан Пайғамбар алейхиссалам. Екіншісі, құтылатын мәселенің екіншісі, мынау Пайғамбар алейхиссалам айтқандай, нәжат деген сөз мағынасы не еді? Құтылу. Құтылу деген сөз, әр нәрсенің несін, хаққысын беріп жүріп құтылу керек екен. Екіншісі, бай адамдар, кедей адамдар деп бөліп жармастан баршасына орташа мәміледе болыңдар деді Пайғамбар алейхиссалам. Өйткені бір адамды бай деп тұрасыз, ертең бай болмай қалады. Біреуді менсінбей жүргеннен сол адам басшы болып кетті ертең. Ол бетіне қалай қарайсыз? Сол үшін Пайғамбар алейхиссалам айтты, ең дұрыс жол адамдарға дұрыс мәміледе болу. Ешкімді бөліп жармай, оның ұлтына, оның дініне, оның нәсіліне қарамастан адамның баласы ретінде оған дұрыс мәміле жасау. Әйтеуір адамның баласы кім болса да. Сол арқылы осы өмірде де жүзіміз жарық болып құтылады екенбіз, ертең ақыретте де не болады екен? Жүзіміз жарық болады екен. Бұл екіншісі. Үшінші құтылатын жол, Пайғамбар алейхиссалам айтты, ашуланған кезде де, қуанған кезде де әділ болыңдар деді. Әділ болу керек екен. Ашуландым екен ғой деп шектен шығып кетпеңіздер, қуандым екен ғой деп шектен шығып кетуге болмайды. Әділдің мынау қуанған сәтіңіз бен ашуланған сәтті таразылайсаңдар деді. Демек, ашу деген ол бар, Алланың берген нәпсісі бар, оны тәрбиелей аламыз, оны жоқ қылмаймыз, оны тәрбиелейміз. Ашу бәрімізде бар. Әйел адамдарда бар, ер адамдарда бар, нәпсі бар. Бірақ осы ашулану керек екен ғой деп көп жақсылықтан айырылып қалмау керек. Әсіресе әйел адамдарға айтылатын мәселе, бұл ашу мәселесінде өте ықтият болу керек. Өте ықтият болу керек.
ол ашудың ең дұрыс жолы пайғамбар сабыр қыла салыңдар деді. Сабыр етсеңдер, расында Алла сабыр етушілермен бірге деді. Сол ашуланам деп кейде қараймыз, болмайтын нәрсеге отбасы бұзылып жатады. Басы неден басталды деп қарасақ, жай нәрседен басталған. Түсінеміз. Жігіт біреудің ерке баласы, әйелі біреудің еркелеген қызы, екі ортада отбасыны ойлау керек екен. Әркім өз міндетін орындау керек. Сол ашуға берілемін деп отбасы бұзылып кетіп жатыр. Ата-ана ретінде балаларға да қарап отырмыз керек екен. Ата-ана ретінде. Мынау мамандардың айтуынша, қазіргі қоғамда, біздің елімізде үйленіп жатқан жастар көп, айырылысып жатқандар одан да көп дейді. Не үшін айырылысып жатыр десе, жаңағыдай отбасылық мәселеге ата-анасы араласып жатыр. Ата-анасы араласады екен. Қызына звондап отырады. Қызым айналайын, күйеу бала жақсы ма? Көзін алартпай жатыр ма? Саған сөз айтпай жатыр ма? Бәрі дұрыс па? Егер көзін алартып, сондай сенің намысыңа тиетін сөз айтылатын болса, балаларды жина да үйге қайт. Мен сені оған осындай сөз есту үшін, басқа істеу үшін бергеміз жоқ. Ішіме сыйған ұрпақтарым сыртыма да сыясындар. Қайтыңдар үйге деп, осындай мәселе болып жатыр. Ол қыз бала үйіне қайтқаннан кейін, оның арты сондай бір дау-дамайға ұласып, оның соңы шаңырақ ортасына құлады, отбасы бұзылып кетті. Қазір қоғамда тірі жетімдер өте көп. Тірі жетімдерді кейбір адамдардың да ықпалымен сондай іске асып жатыр. Құрметті ақжаулықты аналар, құрметті келін балалар, қарындастар, қатты айтты демеңіздер. Ақиқатында қандай болған жағдайда да отбасын ойлау керек. Ол ашу уақытша. Қазақта сөз бар, ақылды әйел адам күйеуінен таяқ жемейді деген сөз бар. Бізде қазақ тарихын қарап отырсақ, айырылысу ондай болған емес. Бізде билеріміз айтады екен, қыз бала отбасынан айырылысып келсе, ол қыз баланы ауылға кіргізбеңдер деген. Ер адамның психологиясы мынандай. Мен еркекпін, мен қазір осы моментте мықты тұрып алғым керек осы жерде. Қазір осы жерде менің айтқаным болды деген психология еркекте бар. Осыны Құдай берген оларға. Күйеуіңіз осындай болды ма, біліңіздер, ол күйеуіңіздің былайша айтқан кезде табиғи психологиясы дұрыс деген жігіт бұл. Егер ашуланбаса, бір ауытқулар бар демек сіздің күйеуіңізде. Ашуланамайды, тұратын жерде тұрып бере алмаса, демек күйеуіңізде бір кемшіліктер бар. Негізінде дұрыс ер азаматта осындай психология болған адамда ол дұрыс қалыпты жігіт екен. Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде «Ар-риджалу қаувамун аля ниса» деген Құранда аят бар. Алла Тағала айтады, еркектерді әйелден үстем қылып жаратқан дейді Алла Субханала Тағала. Ер адам үстемдігін сезінеді. Әсіресе отбасында көрсеткісі келеді кейде, сіз сол жерде сәл қоя салыңыз. Ашуы басылсын, бәрі орнына келсін, кейін орны келген кезде ақырында айтып шешуге де болады сол нәрсені. Бірақ ашулаған кезде ешқашан айтқаныңызға жете алмайсыз. Ешқашан сіз бір нәрсені оған ұғындыра алмайсыз. Ол сізді тыңдамайды да, өйткені ол сізге қарсы басқа нәрсені айтқысы келіп тұр қазір. Үшінші құтылатын нәрсе не айтты пайғамбар алейхиссалам? Адамдар арасын бөліп жармаңдар. Көршіңізді бөліп жармаңыз. Ағайын туыстың арасын бөліп жармаңыз. Бәршасын адамды, Абай атамыз айтады ғой, адамды сүй дейді. Адамды сүй, сол арқылы адамзаттық сен халыққа кіресің дейді. Бұл құтылатын нәрселері осы еді, біріншісі топтағы. Екіншісі, пайғамбар алейхиссалам айтты, халак боласыңдар деді. Халак деген құрдымға кетесіңдер. Кім осы үш нәрсені істесе, ол адам құрып кетеді. Осы өмірде де бақытсыз, және келесі өмірде де бақытсыз. Біріншісі, айяжуба фи нафсихи, өз-өзіне ғажаптану. Ол өзіңіз ғажаптанбаңыз. Ғажаптансаңыз, сіз құрып кетеді екенсіз. Пайғамбар ескертті. Оның соңы неге алып барады? Тәкаппарлыққа алып барады. Мен осындай екенмін ғой, мен өзімді білмей жүрген екенмін ғой деп айнаға қарап өзіңіздің әдемілігіңізді мақтанбаңыз. Кімнің қызы екенің жайында текпен мақтанбаңыз. Сіз мақтаныңыз, тақуалықпен мақтаныңыз. Іспен көрсетіңіз соны. Егер өз-өзіңізбен ғажаптана беретін болсаңыз, онда сіз құрдымға кетесіз. Бірақ сол шайтан іблис Алладан мерзім сұрады, сенің мақтап тұрған адамдарыңның баршасын тозаққа алып кетуге уәде беремін саған деді. Маған мерзім бер деді. Алла Субханала Тағала Құран кәрімде айтады, саған мерзімді бердім, қияметке шейін білгеніңді қыл деді.
қияметке шейін уақыт берілді саған. Бірақ олардың ішінде менің сүйікті құлдарым болады, ықыласты, мен үшін өмір сүріп жатқан пенделерім бар. Сен оларды ала алмайсың деген мағынада Құранда аятты көреміз. Демек, бұл өз-өзіне ғажаптану деген сөз не екен бұл? Бұл тәкаппарлық, сондай құрдымға алып кетеді. Енді қаракөз қарындастарымызда отыр екен, әрине аналарымызға емес бұл. Айтарымыз, ол жігіттерге оны басқаша қылып айтамыз, қыздарға басқаша қылып айтайық. Мысалға мынандай: Алла қосқан жарларыңызға разы болыңыздар. Бізді разымыз Алланың берген жарлығына. Өйткені жаңадай өз-өзіңізге ғажаптану арқылы мынандай ой келуі мүмкін. Уақытысында соңымнан қанша жігіт жүгірген едім маған. Ешқайсысына қарамаған едім. Сонша жігітке қарамай жүріп, осы сен сияқты бір жігітке разы болғаныма өкінемін. Саған тұрмысқа шыққан бекер болған екен. Қаяқтан-ақ саған мен тұрмысқа шықтым деген сөз айтпаңыздар. Осылай айтатын болсаңыз, тіке Аллаға қарсы шықтыңыз сіз. Бұл Алланың тағдыры. Алла Тағала сол нәрсені қалағаннан кейін барып, осы нәрсе іске асты. Имам Тахауи айтады, Алланың қалауы бар, пенденің қалауы бар. Пенденің қалауы іске асады, егер Алланың қалауымен сәйкес келсе ғана дейді. Сіз қаладыңыз ба, қаламадыңыз ба, Алла Тағала қалады соны. Осыған разы болу керек. Осыған разы болыңыз, иншалла жәннати боласыздар. Асия деген анамыз бар, жәннатқа алғашқы кіретін айел кісілердің тобында тұрған сол кісі Асия анамыз. Ол кісінің күйеуі Фирғауын болған. Ана Раббукумул а'ла, өзін Құдайға теңеген сол Фирғауынның әйелі Асия анамыз алғашқы жәннатқа кіретін айелдердің тобында сол кісі деп айтты Пайғамбар алейхиссалам. Не үшін десе, Фирғауындай залым патшаға сабыр еткен үшін. Ешқашан талақ сұрамаған екен. Ешқашан үйге кетем деп айтпаған екен. Айтқымыз келіп жатқаны, қазақтың жігіттері, қарындастарымыздың күйеулері Фирғауын емес. Бұл мұсылманның баласы, иманды, текті халықпыз, Аллаға шүкір. Дұрыс қателіктер болады. Оны ата-бабамыз айтып кеткен, отбасы болған екен, қазан табақ сықырламай тұрмайды деген. Бірақ соған сабыр етіп, не істемеу керек, оған мойымаңыздар. Егер өз-өзіңізге ғажаптанып, мен сені тастап, бәрі басқа біреуге тұрмысқа шығып ала аламын, әлі жаспын, мен ондаймын, мен мұндаймын деп болатын болсаңыз, халақ боласыз онда. Пайғамбар ескертті оны. Сіз одан да басқа күн кешіп қалыңыз әбден мүмкін. Демек, халақ болатын бірінші жол не екен? Өз-өзіне ғажаптанып жүру. Қайта-қайта өзіңізге қарап, сыртыңыздан қарап, жаныңыздан қарап, тегіңізге қарап, ұлтыңызға қарап, ғажаптана беру ол жақсы нәрсе емес. Ғажаптанайық Алланың жаратылысына. Алла Тағала Құран кәрімде тауға қарамайсыңдар ма деген, қараңдар деген сөз. Аспанға қараңыз, тауға қараңыз. Алланың жаратқан жаратылысына қараңыз, сол кезде барып, өзіңіздің әлсіз пенде екеніңізді сезініп, Аллаға шүкірлік айтасың иншалла. Бұл бірінші жол екен. Не екен? Халақ болатынның жолдың ұстанған жол. Екіншісін айтты, Пайғамбар алейхиссалам, осындай жолды ұстанбаңдар. Егер ұстанатын болсаңдар не болады деді? Халақ боласыңдар деді. Халақ деген сөз мағынасы не екен? Құрдымға кету. Үшіншісі нәрсе, абырой табатын нәрсені айтты Пайғамбар алейхиссалам. Бұл да үшке бөлінеді. Кім осыны істесе, абырой табасыздар деді. Беделді боласыз. Абыройды мансаптан іздемейміз, дүниеден басқа жерден іздемейміз. Абыройды Пайғамбар алейхиссалам осы жерде айтып кетті бізге. Біріншісі, абырой табайтын бірінші мәселе афшу салам байнакум. Демек, Пайғамбар алейхиссалам айтты, абыройлы боласыңдар, не дейді? Тамақтандырыңдар дейді. Әрдайым сол тағамдарыңыз тәтті болсын, қаракөз қарындастарымыз, әрдайым не болу керек екен? Қонақ жайлы болу керек екен. Пайғамбар осыны айтты. Бұл жайында біз қазақ даласында қатты осы бір хадисті көре аламыз. Пайғамбар алейхиссалам айтады, кім Аллаға қиямет күніне иман келтірген болса, ол адам қонағына жақсылап қарасын дейді. Бізде кез келген отбасыға Құдай қонақ қойып кіріп барсаңыз, сізді кәдімгідей қарсы алады. Дәс осы хадисті біз елімізде көріп тұрмыз. Бізде кез келген ауылға барсаңыз, дастарханды жеңгелеріміз, келіндеріміз жайнатып жібереді. Әрдайым олардың дастарханды осындай деп ойлап қаласыз, кеткен екен, балаларының аузынан жырып соны тығып тастайды апарып. Ертең қонағыма не берем дейді. Мына үй соғатын кезде бірінші мән беретін жер сол қонақтың үйін ойлап тұрамыз, бөлмесін. Залым кең болу керек мен мынандай болу керек, ертең қонағымыз сыймай қалу керек.
Біз бірінші қонақты ойлайтын халықпыз. Осыны пайғамбар алейхиссалам бізге үйретіп кетті. Осы арқылы абыройлымыз, Аллаға шүкір. Осы ниетімізге, пейілімізге Алла Тағала осындай үлкен біздіге байлықты беріп қойды. Имандылық байлығы, жер байлығы, тәуелсіз байлығы, айта берсек, ол байлықтың өте саны өте көп. Ол екінші жол не екен? Абырой табатынның тамақтандыру. Үшіншісі, абырой табатын жолдың үшіншісі, адамдар ұйықтап жатқан кезде намазға тұруларын деді пайғамбар алейхиссалам. Түнде, яғни тахажжуд намазы. Тахажжуд намазын тұрған адам, ол абыройлы болады екен. Адамдардың арасында шынымен сізді адамдар құрмет қылай беретін адамға ие боласыз. Алла Тағала сізге сондай бір жақсылық, бір қасиетті беріп қойды. Адамдар өздері шапқылап сіздің қызметіңізді жасап жүре береді. Өйткені сіз абыройды сіз құлшылықпен тауып жатсыз. Абыройды беретінді Алла, оны төгетінді Алла. Кейде абыройды біз басқа жақтан іздеп кетеміз. Жаңадай көңіл көтеретін үлкен бір той жасайын, абырой болсын деп, жоқ, абырой тапқан жоқсыз тойыңыздан. Егер тойды сауап үшін, ихсан болсын, балаларымызға бір дұға жасатайық деген ниетпен болса, онда сауап алатын едіңіз. Бірақ абырой үшін, ертең ел не айтады? Сол үшін бір күлкілге қалмайық. Абырой іздеп істеген тойда онда абырой таппайсыз. Абыройды бізге пайғамбар алейхиссалам неден іздеңдер деді? Түндегі тахажжуд намазды айтты. Демек, бұл тахажжуд деген намаз өте сондай жақсы құлшылық. Мынау парыз намаздан кейінгі екінші орында тұратын түнгі намаз осы. Сауап өте мол. Адамдар қорылдап ұйықтап жатқан кезде тұрып құлшылық жасадыңыз. Сол арқылы жүзіміз нұрланып жүреді екен, сол арқылы біз абыройлы адам болады екенбіз. Сол намазымыз келесі күнімізге бізге дұрыс жолды сілтеп отырады. Нені істеу керек, нені істемеу керек. Өйткені сіз түнде намаз арқылы сіз өзіңізге әлденіп алдыңыз, қуат алып алдыңыз. Соны келесі күн сізге пайдасын беріп отырады. Демек, пайғамбар алейхиссалам бізге айтты, абырой табатын үш жолды айтты. Бірінші не екен? Сәлемді күшейту. Сәлемді күшейту. Әрине бізде енді көргенсіздік жасамаймыз. Үлкен кісілерге, қарияларға, апаларға сәлем береміз әрине. Бұл жерде айтып жатқанымыз, жас келіндер, жас қарындастарымыз көршінің еркегіне сәлем берілмейді. Ғұлама айтқан, сәлем берсе сәлемден алмаңдар деген. Жап-жас қыз бала, ассаламу алейкум деп сәлем берсе, сәлем алмаңдар деген. Біздерге. Ол қара көздеріміз сәлем берсін, әйел адамдарға сәлем берсін. Өзінің туыстарына сәлем берсін. Ер азаматтарда біздерде біреудің әйеліне, қарындасын сәлем бермейміз. Бізге осыны айтады. Біз сәлем береміз, ағаларымызға сәлем береміз, ағжауықты апаларымызға сәлем береміз, аталарымызға сәлем береміз, інілерімізге. Сәлем осылай екіге бөлінеді екен. Берілетін сәлем бар, берілмейтін жолдары бар. Екінші, абыройдың не екен? Қазандарыңызға мықты болыңыздар, қазан табақтарыңыз таза тұрсын. Жаңа ашудың бәрі содан келеді. Күйеуіңіз келген кезде кухняңыз таза тұрсын, тамағыңыз орында пісіп тұрсын. Қонақ келе салысымен бәрі орында болсын, сіз абыройлы боласыз. Күйеуіңіз қанша сізді төмендеткісі келсе де, халық, ағайын, туыс сізді абырой жоғарына көтеріп жүреді. Сол күйеуіңіздің құлағын бұрайтын солар негізінде. Сіздің қайнағаларыңыз, сіздің күйеуіңіздің орнына қоятын солар негізінде. Келін саған керек емес шығар, бізге керек мынау дейді. Сен тыныш жүр дейді. Байқаймыз, келінді сен не орнына қоймай етсін құрметін деп, кейде ағаларымыз біздің де құлағымыз бұра болады. Сен байқап жүр келінмен деп. Жарайды аға дейміз деп, ақырындап, шынымен біздің қатында абырой бар екен ғой деп қоясың шынымен. Ол абыройды қайдан тапты? Біз жоқ кезде, демек, келген кезде қазан табағымен тауып алған ол. Келген адам алдында тамағымен жүгіріп жүреді, бәрін орнымен қойып жүреді. Ол абыройлы әйелі болды иншалла. Пайғамбар осыны айтты бізге. Осы нәрсеге жақын болыңыздар, абыройлы боласыздар. Үшіншісі нені айтты? Адамдар ұйықтап жатқан кезде намазға тұру. Демек, басқа кезде де құлшылыққа мықты болайық. Өзіміздің байталман ата-бабаларымыздың тарихын қарап отырсақ, баршасының аналары намаз оқыған екен. Баршалары осы Алланың дінінде мықты тұрған аналарымыз екен. Соның арқасында елді, жерді, дінді қорғайтын небір батыл, сондай ұлағатты ұстаздар дүниеге келген. Қазірде сол жолға қайтуға біз қайтуымыз керек. Мына елбасымыз айтқандай, рухани жаңғырту кезеңіне келдік. Рухани жаңғырту қашан болады? Өзіміздің тарихымызға, дәстүрімізге қайтқанда сөгезде бар дінді түсінесіз.
Өйткені Құран араб тілінде жазылған, хадис араб тілінде жазылған. Қазір өз бетінше түсіне алмаймыз оны. Дәстүріміз арқылы сіздер дінді түсінеді екенбіз. Пайғамбар соны айтты, қонақжайлы болуды. Осы арқылы осы үш нәрсені істеп жүре берейік, иншалла біз не боламыз? Абыройлы болады екенбіз. Құлшылығыңыз мықты, қонағыңызға мықтысыз, және сәлеміңіз түзу. Осы өмірде абыройлы боласыз, келесі өмірде де Алланың алдында жүзіңіз жарық. Төртінші айтқан Пайғамбар алейхиссаламның төртінші мәселесі күнәларыңыз кешірілетін мәселе деді. Соның біріншісі әрдайым дәретпен жүру. Әрдайым, демек, дәретпен жүрудің өзін басқа риуаятта келеді, бұл құлшылық деп айтқан Пайғамбар алейхиссалам. Дәретті жүру құлшылық ол. Осы арқылы күнәміз кешіріле береді екен. Сіз намазда тұрған кезде құлшылықта тұрсыз ғой. Дәл сол секілді дәретті жүрген кезде біздің сол бір әрбір сәтіміз құлшылық болып есептелінеді иншалла. Және күнәміз кешіріледі екен. Пайғамбар осыны айтты біріншісі. Екіншісі, құлшылықта намазды жамағатпен оқу деп айтты. Әрине әйел адамдардың жамағаты үйінде деп айтқан, басқа риуаяттарында иқтикаф мәселесінде Айша анамыз үйінде айтқан деп айтады әйел адамдарға. Сол күйеулеріміз, жігіттеріңіз намазды үйде оқитын сәттерде болып қалады кейде. Соған тездетіп, жамағат болып тұруға асығыңыздар. Кейде намазға тұрмайсың ба десе, оқи беріңіз, мен қазір артынан оқып аламын дейді кейде. Жарайды, өзің біл. Біз оқи береміз намаз. Бірақ жамағат болып оқыған кезде күнәміз кешіріледі екен, Пайғамбар соны айтты. Асығыңыздар. Ана болып жатқан күйлерін тастаңыз. Намаз уақыты болып қалды, тез. Намазға тұр деді ма, бәрін тастау керек. Сол намазға құлшылыққа асығыңыз, сол ниетіңізге, ықыласыңызға Алла Тағала күнәмізді кешіреді иншалла. Үшінші айтқан күнәміздің кешіретін жолы бұл бір намаздан екінші намазға күтіп жүру дейді Пайғамбар алейхиссалам. Міне Алла қаласа қазір 5 намаз жақындап келе жатыр. Алла бұйыртса 5 намазын оқимыз. 5 намаз оқып бола салғаннан кейін асыр намаз күтіп жүру керек. Уақыт осындай уақытта болады, асыр намазға үшін осы шаруамды мен жасап тастайын. Сол намазымда кедергі болып қалмасын деп, соның бәрін есептеп, намазға есептеу керек баршасын. Біз оны намазға есептемейміз, керісінше дүниемізді намазға жығып аламыз. Шаруам бітіп жатса, оқимын ғой артынан. Бітпей жатса, енді көремін ғой деп, жоқ, ол дұрыс емес. Оны біз жамағатқа басқаша айтамыз, ер адамдарға. Сіздерге айтарымызда сол намаздан намазға асығып жүрейік. Намаздан намазға асығайық. Мына демалыс күндер демалысқа асығады ғой әйел адамдар. Демалыс күн көңіл бөлінеді оларға. Өткен демалыста ол жаққа барды, мына жаққа алып барған еді, көңіл көтеретін жерде болған еді. Енді келесі демалысты күтіп жүреді сон. Неге? Өрде пайданы көрді. Адамның жанына, нәпсісіне пайдасын алды, келесі демалысты күтіп жүреді отбасымыз. Дәл сол секілді намаздан намазға асығып жүру керек екен. Сол кезде барып не болады дейді Пайғамбар алейхиссалам, не дейді? Күнәларыңыз кешіріледі дейді.